9 мамыр бүкіл әлем халқының фашизмді өз ордасында жеңген күн. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия тұтқиылдан бейбіт елімізге басып кірді. Бүкіл адамзат баласына қатер төндірген сол бір фашистік идеямен қаруланған жауды жеңуге қазақ халқы да зор үлес қосты. Менің үлкен нағашы атам Әлиев Тайырда сол сұрапыл соғыста болып, өз отанының алдында атал борышын өтеген адамдардың бірі. Менің атам майдангер, отан үшін от кешкен, өлімен де беттескен, омырауын оқ тескен. Менің атам майдангер. Атам 1922 жылы қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған елді мекенінде дүниеге келген. Қызыл үй орталау мектебін бітірген. 1941 жылы әскер қатарына алынып, әскери дайындықтан өткеннен кейін 1942 жылы Калинин бағыты маңындағы Старый Русь түбіндегі тұңғыш рет соғысқа араласады. Сол жерде көрсеткен ерліктері үшін атамыз ерлігі үшін медалімен марапатталды. Соғыс кезінде шабуылдардың бірінде ауыр жараланып, кейін елге оралады. Өзінің жанқиярлық тапсырмаларды орындап, жауынгерлік тапқырлығымен ерлігі бағаланып, атамыз медальдар мен орденге ие болды. Елге келген соң жас жеткіншектерді білім мәрімен сусындатқан ұстаз болып, отанына адал қызмет атқарды. 1946 жылдан бастап Қоңырсайдағы мектепте меңгеруші, кейіннен Кембай, Қоянды, Мұқыр орта мектептерінде мұғалім, Қоянды ауылдық кеңесі төрағасы қызметтерін атқарды. Ұстаздық еңбектері еленіп, халық ағарту ісінің озық қызметкері, Қазақстан білім беру ісінің үздігі төсбелгілерімен марапатталды. Ұлы Жеңістің 30 жылдығына орай жазылған ерлік елге мұра, ұрпаққа мұра атты бөлімінде тапсырма мақаласында атамыздың шайқастағы ұлы ерлігі баяндалып, газет бетіне жарияланды. Майдангер атам 1990 жылы сырқаттанып дүниеден озды. Атам мен әжем екеуі 10 бала тәрбиелеген адамдар. Қазір сол балаларынан тараған 30 немере жиендері, 60 шөбере, 2 шөпшек атамыздың ерлік істерін үлгі етіп, ұрпақтары ізін жалғап келеді. Мен өзімнің нағашы атамды мақтан етемін, және оның бойынан қазақ халқының сол сұрапыл соғыста жанкешті рухын көргендей боламын. Елін қорғауда асқан ерлік көрсетіп, отан үшін от кешкен ата-бабаларымыздың ерлігін ешқашанда ұмытпайық. Ақ ниеттер жеңіс таңын атырды, сұм жауызды қара жерге батырды. Айбынды ерлер туған елге оралып, жеңіс тойдың от шашуы атылды. Сол зұлматқа 75 жыл ал бүгін, жеңіс тойың құтты болсын айбыным. Жүрегімнен жыр ұшырдым, қабыл ал, қуатты бол, тілейтінім саулығың. Ардагерлер, жарқырай бер жұлдыздар, жандарында соғыс салған қалдызғар. Арттарында ұрпағың бар, ұмытпас, әнге қосар, жырға қосар, қыл-құз бар.